Ассалаумағалейкум достар, бүгін ММА-ге қайтып ораламыз. Жалпы осындай бір ой келіп отыр. Көршілеріміздегі де ММА-де өнер көрсететін, бокста өнер көрсететін жігіттерді анда-санда талқылап отырсам ба деген. Әсіресе ММА-де. Енді менің негізгі профилім ММА. Тым болмағанда UFC-де жүргендеріне, қазір қырғыздарды алып қарайтын болсақ, Мықтыбек Оралбой деген жақсы жігіт бар. Өзбектерде қазір Нұрсұлтан Рузибоев, одан кейін енді кіріп жатқан Рамазанбек Теміров бар. Дәл осы Рамазанбек Теміров осы алдағы жексенбі күні UFC Apex өтетін UFC Fight Night турнирінде өзінің алғашқы жекпе-жегін өткізеді. Бізге жақсы таныс, Қазақстанның ішкі лигаларында бір-бір жекпе-жектен өткізіп үлгерген. Октагон мен Найзада. Оның қарсыласы CJ Вергарады. Бізге бөтен емес. Осы жылы Асуал Мамбаевқа қарсы жекпе-жекте көрдік Вергараны. Тамыз айында Абу-Дабиде өткен UFC турнирінде Азатқа қарсы шығу керек, Азат Мақсумға қарсы шығу керек, бірақ екеуі кезек-мезек жарақат алып, ақыры бұл жекпе-жек болмай қалды. Міне енді Рамазанбек Теміровті беріп отыр екен. Осындай бір қызықты жекпе-жек күтіп тұр бізді. Енді жігіттерден бастайық. Онда ең бірінші Рамазанбек Теміровтен бастасақ. Тимурлан деген лақабы бар екен. Шырдогынан көріп отырмын. 17 жекпе-жегі бар, 18 жекпе-жегі бар. Дәлірек айтатын болсақ, 17 жекпе-жектің 18 жекпе-жектің кешіңіздер. 15-інде жеңіске жетсе, 2-інде жеңіске ұшыраған, бір жекпе-жек теңдігін нәтижемен аяқталған. Енді қараңыздар, 15 жекпе-жектің 8-і, яғни жартысынан көбі мерзімнен бұрын аяқталған нокаутпен. Біреу сабмишн және 6 жекпе-жек бізде төрешілердің шешімімен тіркелген. Яғни нокауттар деген енді бұндай 57 келі салмақ үшін бұл өте жақсы көрсеткіш. Жиі бұндай статистиканы көре бермейміз. Екі жеңіліс бар, біреуі төрешілердің шешімімен, біреуі ауырту әдісімен. Жалпы Рамазанбекті спортшы ретінде сипаттайтын болсақ, ол шынымен де бұлай стилі өте тартымды. Қалың жанкүйерге өте тартымды, түсінікті. Соққыға ден қояды. Көбінесе бұл бір 70-80% бұл қолмен соққы жасайды, және бір қызығы көп соққы жасамайды. Бұл санмен емес, сапамен алғысы келетін адамды. Ол бірден жақындап кеп, бір-екі соққы жасап, бірден кетіп қалу. Шамамен осындай, не болмаса қарымта бір шабуылдарға ұстап алу. Жеңіл-желпі соққы, қарсылас өзіне кеткен кезде бір қарымта соққымен қағып түсіру деген сияқты. Сондай мәнерде жұдырықтасатын адам, яғни ұпай санымен ұту деген жоқ, қандай бір игровик рукопашник емес. Кәдімгі бір ауыр соққы жасаудың сәтін көздеп жүреді. Барлық жекпе-жектерін солай жұдырықтасады. Яғни әу баста мерзімнен бұрын ұтуды көздейді. Міне сондай бір ерекшелігі бар бұл жігіттің. Сосын тағы да сипаттай кететін болсақ, бұл қазір дебют қарсаңында қандай ерекшеліктер бар, қандай жағдайларға тап болуы мүмкін. Бұл ең басты салмақ қуу. Өйткені UFC-ден тыс жерде салмақты кім қалай қуғысы келеді, солай қуады. UFC-дің өзінің стандарттары бар, талаптары бар, стандарт демек, талаптары бар белгілі. Бұл мысалы біздің жақта кең таралған капельница. Капельницаны қоюға болмайды. Капельница арқылы салмақ қуып, салмақтан өткеннен кейін денедегі судың орнын толтыру үшін капельница қолданады. Ол жақта ондай нәрсені қолдануға болмайды. Яғни қайта бір бабына келу, қалпына келу үшін бұны дүниені қолдануға болмайды, сондықтан қаншалықты әсер етеді. Сосын тағы бір фактор, бұл Рамазанбектің соңғы 4 жекпе-жегі бізде бірінші раундта аяқталған. Яғни 2022 жылы 2 рет, 2023 жылы 2 рет жекпе-жек өтіп, төртеуінде де 4 жекпе-жектің барлығын мерзімнен бұрын аяқтаған. Бірінші раундта. Ал жекпе-жек ары қарай өтіп жатса не болады? Әсіресе Вергара сияқты жігітке. Сосын жаңа атылады деп айттық қой, қатты қарсыласына, қашықтықтан және көбінесе бүйтіп кәдімгідей секіріп құлаштай ұратын әдеті бар. Ол кезде көп ашық қалып жатады, сол кезде өзі көп өткізіп жатады негізі. Мысалы соққы техникасын алатын болсақ, соққы техникасы оған пара-пара емес жігіттерден соққы алып жататын жайлары бар. Ал Вергараның қолы ауыр. Асуал Мамбаевқа қарсы тәп-тәуір бокс көрсеткенін ұмытпаңыздар. Сондықтан бұл жерде бір қауіп бар деп ойлаймын. Сосын тағы бір ерекшелігі, Рамазанбек бізде ереже бұзудан
бас тартпайды екен керек десеңіз, өйткені кейбір жекпе-жектерінде байқап қалдым, кәдімгідей саналы түрде торды ұстап алады, әсіресе күрестен қорғанып жатқан кезде байқатпай қолғаптың ішіне саусақ тығып жіберуі мүмкін. Сосын бір-екі жекпе-жегінде шортыдан ұстап тартқанын байқадым. Сондай моменттер бар. Енді UFC-де ондай нәрсені рефери кешірмейді әрине. Си-Джей Вергараға келетін болсақ, UFC-де 3-3 Дана Уайттың шоуы арқылы келген. Соңғы жекпе-жегінде біздің Асу Алмабаев қосылды. База муайтай бұл жігітте, 17 жасында муайтаймен айналыса бастаған. Және муайтай ол түсінікті, бірақ боксты да жақсы қойып алғаны көрініп отыр. Сосын көрдіңіздер ме, бұл жерде Вергараның тағы бір ерекшелігі, бұл көп соққы өткізбейді. Партерде өткізуі мүмкін, бірақ аяқта тұрып айқасқан кезде соққылардан жақсы қорғанады, және оның өзінің соққыларын жеткізу проценті өте жоғары. Асу Алмабаевқа қарсы жекпе-жекте ол жерде негізі күрес шешті де, өйткені шынымен де бір күресе алмайтын адам екен. Алмабаев 14 рет тейкдаун жасауға талпынған, соның 9-ын жасаған. Бұл да тәп-тәуір көрсеткіш негізі. Және тейкдауннан қорғану проценті өте төмен, 60%-тің маңайында Вергараның. Бірақ бұл жерде, мысалы, Вергара болсын, Теміров болсын, біз бұл жерде күресті көп қозғамай қойық, өткенде екеуі де күреске ден бермейді, көп күресе қоймайды. Екеуінен де күрес көп күш алып қойды. Сондықтан бұл жекпе-жекте біз тек қана аяқта тұрып айқасу жайлы ғана айтатын шығармыз, өйткені күрестің болуы енді екі талай деп ойлаймын. Екеуі де аяқта тұрып айқасады. Осымен қызық бұл жекпе-жек. Сосын Вергараны айттық, бұл қарымташа, бұл жақсы жасайды. Бокс, әрине аяқта тұрып айқасу, және тағы бір маңызды фактор, бұл денелі ірі спортшы. 57 келі салмақ үшін Вергара ірі. Тіпті Асу Алмабаев қарсы жекпе-жекте салмақ жасаған жоқ, естеріңізде болса. Жалпы 6 жекпе-жектің 3-інде салмақ жасамаған. Сондықтан бұл да бір маңызды фактор. Әсіресе 2-3 раундта маңызды рөл ойнайды. Сосын көрдіңіздер ме, Рамазан Темировты айттық, қаншалықты салмақ қуу рәсіміне дайын болады деген сияқты. Менің ойымша, негізі жекпе-жектің нәтижесіне әсер ететін дәл осы жекпе-жекке дейін болатын дүниелер, бұл ең алдымен салмақ қуу рәсімі. Қаншалықты оңай, қаншалықты қиын өтеді екі спортшыға да қатысты. Егер бұл алғаш рет UFC келіп отырған адам Теміров салмақтан өтуден қиналса, онда мәселенің барлығын бірінші раундта шешіп тастауға тырысады барынша, өйткені әрі қарай кеткен сайын жағдай қиындай бастайды. Жалпы Вергара салмақты жасағанда да, жасамағанда да функционалдық тұрғыдан ешқандай бір қиыншылықтар көрген емес. 3 раундты тәп-тәуір өтіп бере алады. Әсіресе қарсыласы күреспейтін болса, менің ойымша тіпті қатты проблема болмауы керек. Сондай бір ерекшелігі бар. Бұрын-соңды мерзімнен бұрын ұтылмаған. Вергара соққы ұстай алады. Бірнеше жекпе-жектерде бұны байқаған болатынбыз. Сондай бір жекпе-жек шынымен бір 50-50-ге болатын да шығар. Кейбіреулер Теміров фаворит деп айтуы мүмкін. Сөздің жаны бар, өйткені 4 жекпе-жек ұтылмай келе жатыр, мерзімнен бұрын өтіп келе жатыр. Қазір есептеп берейін сіздерге неше жекпе-жек қатарынан. 10 жекпе-жек қатарынан ұтылмай келе жатыр. Соңғы рет 2019 жылы Талғат Жұмағалиевке ұтылған. Біздің айтпақшы Атырауда болған турнир бұл. GFC ол кезде Хабибтің турнирі, сол кезде қолға ұрту әсімен ұтылған. Содан кейін қатарынан 10 жекпе-жек жеңіп келе жатыр. Сол себепті Рамазанбек Темировты шынымен де фаворит деп санауға болады. Сол есептейтін адамдардың енді сөзінің жаны болады, былайша айтқанда. Бірақ мен бұл жерде тәуекел ететін, енді болжам жасайтын болсақ, мен Си-Джей Вергара мырза төрешілердің шешімімен жеңіске жетіп кету әбден ықтимал деп айтар едім. Сондықтан мен сәл де болса басымдықты Си-Джей Вергараға берем. Төрешілердің шешімімен дәл осы америкалық жігіт жеңіске жететін сияқты. Мен үшін Рамазанбек Темировке қарсы факторлар көп.
және де бұл жаңағы аталған факторлардан бөлек оппозиция да жоғарылап отыр. Шыны керек, Рамазанның оппозициясын көз жүгіртіп қарайтын болсаңыздар, әсіресе соңғы жекпе-жектердегі оппозицияны қарайтын болсаңыздар, осы 10 жекпе-жекті ашып қарайтын болсаңыздар, 6-7-еуіне кем дегенде сұрақтарыңыз пайда болады. Бұл орташа деңгейден төмен жігіттер, ал Вергараның деңгейіндегі жігіттер тіпті менің ойымша дәл осы 10 спортшының арасында жоқ. Қорытынды осындай, Си-Джей Вергара төрешілердің шешімімен жеңіске жетіп кетеді деген қорытындыға келіп отырмын. Комментарийде талқылап көрейік, бұл жекпе-жек не болатынын. Жалпы бұндай формат қаншалықты қызық, көршілерімізді анда-санда бүйтіп талқылап отырсақ. Все, осымен болды. Мен сіздермен қоштасам. Сау болыңыздар.